Балалар, біз бүгін сабағымызда алдыңғы сабақтарда өткен тақырыптарды қорытындылаймыз. Домбырада отырыс әдісі. Одан кейін әрі қарай жалғастырамыз. Оң қолмен қағыс қағу жолдары. Оң қолмен қағыс қағу үшін қандай жұмыс жасауымыз керек, қолды қалай қоюымыз керек екендігін үйренеміз. Жақсы ма? Ал кәнекей айта қойыңдаршы бала, отырыс әдісі домбыраға отырып ойнау үшін не жасауымыз керек? Ондықтың шетінде отыру керек, аяқты дұрыс қою керек, аяғының астында 90 градусқа алдыға жіберу керек. Домбыраның басы мойынның бойында тұру керек. Өте жақсы. Одан кейін не істеуіміз керек? Домбыраны дүзі қоямыз, қолына буынын бүгеміз, сосын мынау домбырада көрінді, сызыққа қарай қоямыз. Жақсы. Қанекей, мынау сол қолдарымызды алып тастайық. Әзірге керек емес. Қояйық, оң қолын дайындай қой. Дайында оң қолыңды. Сегіздіктермен қағыстағанбыз балалар. Сегіздікпен, бір ге, екі ге. Түсінікті ма? Бастайық. Бір ге, екі санаймыз. Ге, бір ге санаймыз. Екі ге, бір ге, екі ге. Жақсы. Бір ге, екі ге. Рахмет балалар. Енді біз оң қолмен қағыстаған кезде буынмен жұмыс жасаймыз. Дұрыс па? Енді мынау бармақтардың өзінің ашылу және жабылу тәртібі бар. Солай ғой. Айтып беріңдерші. Төмен қаққанда не істейміз? Төмен қаққанда, мысалы, сен қолында балапан. Сен төмен қаққанда балапанды қырылға жібересің. Үстіге қаққанда балапанды аласың. Ол не деген сөз? Төмен қарай қағыстаған кезде бармақтарымызды еркін жібереміз, ал жоғары қарай жинап аламыз. Қанекей, осыны қадағалаңдаршы, қақып көрейік тағы да. Сегіздікпен санаймыз ауызша. Бір